Ертеде ешкі жүні бүртеде, баяғыда бір мейірімді әже өмір сүріпті. Оның Ислам мен Ильяс деген екі сүйікті немересі бар екен. Бұл әже қос құлынның бауырындай бағып, жүрегінің жылуын төгіп өсіріпті. Таң атқанда да, күн батарда да немерелерінің амандығын тілеп, әр ісіне тілеулес болып жүреді екен. Бір күні әже әдетінше ертемен оянып, терезеден күлімдеген күнге қарады. Күннің жылы сәулесі үйін ішін нұрға толтырды. Сонда ол немерелерін жұмсақ даусымен оятты. Тұрыңдар құлыңдарым, сабаққа баратын уақыт болды. Күнде сендермен бірге оянды ғой, деді мейіріммен. Жуынып таңғы астарыңды ішіп, мектепке қарай бет алыңдар. Ал жолдарың болсын, ақылдыларым, ақылды болыңдар, балдырғандарым. Ислам мен Ильяс әжесінің сөзін екі етпей, әрдайым тыңғылықты, әдепті, еңбек сүйгіш болып өседі. Екеуі де сабақтарын жақсы оқып, ұстаздарының мақтауына бөленеді. Күндер өте, жылдар зымырап өтіп, қос немере ер жетеді. Ислам медицина академиясын үздік бітіріп, елдің саулығын ойлайтын дәрігер атанды. Ал Ильяс батыл да адал болып өсіп, МВД академиясында мандап, халық тыныштығын қорғайтын офицер болды. Көп жылдардан кейін екеуі туған ауылына оралды. Әжелері немерелерін көріп, қуаныштан көз жасына ерік берді. Ой, шүкір Аллаға, мына қос құлыным елдің азаматы болды ғой деп, әжелері немерелерін құшағына басты. Сол күні Ислам мен Ильяс ата-анасын, әжесін, бауырларын қалаға шақырып, жаңа өмірге жол бастады. Кешкілік үлкен дастархан жайылып, барлығы жиналып отырды. Әже дастархан басында көзінің жасын сүртіп, еңбегім еш кетпепті, менің көрген күнім осы ғой деп күлімсіреді. Әженің ақ тілеуі қабыл болды. Ислам мен Ильяс ақылды, парасатты, елге пайдалы азамат атанды. Сөйтіп әже жүрегі шаттыққа толып, немерелерінің бақытын көріп, өмірінің ең үлкен сыйына кенелді. Содан бері жұрт ақылды бала әже әлдейінен бастау алады деп айтып жүреді екен.